Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 2-ші сынып 76-шы сабақ кері есептер тақырыбымыз. Бірінші тапсырмада шабадандар мен қапшықтарды сана. Бірінші шабадандар сана. 1, 2, 3, 4, 5. Шабадан 5 екен. Жол қапшық 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 екен. Жол қапшықтың саны 8 екен. Шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық? Міне жерде сұрақ тұр. Енді есте сақтайтын бізде бір жайт бар. Бір санның екінші саннан нешеуі артық, нешеуі кем екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайту қажет екен. Демек, мына жерде бізде 8-ден 5 азайтамыз, сонда бұл жерде бізде үшеуі артық деген есептің шешімін табады екенбіз. Бұл жерде үшеуі артық болады. Ары қарай жол қапшық бізде 8 болды, ал шабадан 5 болды. Жол қапшық шабаданға қарағанда нешеуі артық екенін табу үшін шешуі: үлкен санымыз 8, кіші санымыз 5, азайтсақ 3 дана екен. Жауабы: жол қапшық шабаданға қарағанда 3 дана артық екен. Жауабы 3 дана артық. Келесі есеп. Номері 2-ші есепте бізде былай деп тұр. 7 жол қапшық берілгеніне қарайтын болсақ, әр есепке сәйкес қысқаша жазылуын таңдап есептеп шығар. Бірінші, 7 жол қапшық пен 5 шабадан тұр. Шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық? Міне, жол қапшық 7 деп жаздым, шабадан 5 деп жаздым. Бұл жерде енді нешеуі артық деп сұрап тұр еді бізде. Артық деп жазып қойдым. Шешуі: 7-ден азайтамын 5-ті, тең 2. Жауабы: шабаданға қарағанда жол қапшық шабаданнан 2 артық деп жазайын. Жол қапшық шабаданнан 2 артық. Келесі, пунктінде 7 жол қапшық пен одан 2 кем шабадан тұр. Неше шабадан тұр? Кем деген мына біріншіге жазсақ болады. Жол қапшық 7, шабадан 2 кем, және оның нешеу екенін сұрап тұр. Шабаданның санын сұрап тұр. 2 кем. Шешуі: кем десе азайту амалын қолданамыз. 7-ден азайтамын 2-ні, тең 5. Жауабы: шабадан 5 екен. Шабадан саны 5. Мына соңғы есебіміз қалды. Бұл пунктіндегі 5 шабадан және одан 2 артық жол қапшықтыр дейді. Шабадан 5, жол қапшық жол-қапшықтың 2 артық дейді. Шешуін табайық. Шешуі артық десе қосу амалын қолданамын. 5-ке қосамын 2-ні, тең 7 болады. Жауабы
жол қапшық саны жетеу деген жауапты алды. Келесі. Үшінші есеп. Әр отбасы жүгінің жалпы массасын есептеп, оларды салыстыр. Мынау бізде бірінші отбасы, мынау екінші отбасы. Олардың барлығын бір-біріне қосып шығардық. Тең. 3-ке 2-ні қосам 5 болады. 5-ке 5-ті қосам 10 болады. 10-ға 10-ды қосам 20, 20-ға 10-ды қосам 30. 30 килограмм. Бірінші отбасыда 30 килограмм бар екен. Бірінші отбасында 30 килограмм жүк бар. Екінші отбасындағы жүктің салмағын есептейік. 5-ке 5-ті қосамыз 10 болады. 10-ды 20-ға қосамыз 30. 30-ға 20 қоссақ 50. 50-ге 10-ды қоссақ 60 килограмм. Екінші отбасында 60 килограмм жүк бар екен. Екеуін салыстырайық. Бірінші отбасының жүгі 30 килограмм, екінші отбасының жүгі 60 килограмм. Салыстыратын болсақ, 30 килограмм кем 60 килограммнан болады. Келесі есеп. Есепті және тексер. 7-ден 3-ті азайтамыз 4 болады. Демек 70-тен 30 азайтсақ 40 болады екен. 40-қа 30-ды қоссақ 70 шығады. Келесі. 9-дан 2-ні азайтсақ 7 болады. Демек 90-нан 20-ны азайтсақ 70 болады. 1-ге 8-ді қоссам 9 болады. 0-ды тіркесек 90 болады. 70-тен 70-ді азайтсақ 0 болады. 90-нан 30-ды азайтсақ 9-дан 3-ті азайтсам 6 болады. Артынан 0 тіркесек 6 шығады. 70-ке 20 қоссақ 90 шығады. 6-ға 1-ді қоссам 7, демек 60-ға 10-ды қоссақ 70 болады. 80-не 80-ді азайтсақ 0 болады. 80-не 20-ны азайтсақ 60 болады. Келесі есеп. 80-ге 20-ны қоссақ, 8-ге 20 қоссам 10 болады, оның артынан 0 тіркесем 100 болады. 50-ге 50, 5-ге 5 қоссам 10 болады, оның артынан 0-ды тіркесем 100 болады. 4-ке 4 қоссам 8, артынан 0 тіркем 80 болады. 40-қа 40-ты қоссақ, сонда 80 болады екен. Сонымен балдар, бүгінгі біздің сабағымыз соңына жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.